Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағынан шығатын дәмді, кереметтей бір келкі болып пісіп шығатын күріш ботқасын, яғни рисовая каша дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 200 граммдық стакан немесе бокалмен, осылай бір стакан немесе бір бокал күрішімізді аламыз. Күрішіміз тазарғанша жақсылап жуып аламыз. Күрішті міндетті түрде осылай домалақ түрін қолданыңыздар. Лазер деген сияқты басқалай палау пісіруге арналған күріш емес, осылай домалақ, кәдімгі баракат, басқа деген сияқты өзіміздің домалақ күріштер әдемі болып піседі. Міндетті түрде осындай күріш қолдануға тырысыңыздар. Күрішімізді жақсылап су ағарып тазарғанша жуып, күрішімізді салқын суға салып, әзірге сүтіміз бен суымызды дайындап аламыз. Кашамызды дайындайтын ыдысымыздың асты қалың және шеті биік болған жақсы. Сонда сүтіміз тасып, асты күйіп кетпейді. Және де осындай бір 200 граммдық стакан немесе бокалмен бір бокал су және де 4 бокал сүт құямыз. Барлығын қазанымызға құйып, газ отымызға қойып, қатты отта қайнап шыққанша күтеміз. Қайнап шыққан сүтіміздің үстіне алдын ала жуып су құйып қойған күрішіміздің суын төгіп, жаңағы қайнап жатқан сүтіміздің үстіне осы күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді сала салысымен бірден осылай жақсылап қозғап аламыз. Одан кейін үстіне шай қасықтың ұшымен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, бір қайнап шыққанын күтеміз. Бір қайнап шыққаннан кейін бетін толық жаппай, осылай шетін ғана ашық қылып қалдырып, баяу отта 15 минут пісіріп аламыз. 15 минуттан кейін қазанымыздың бетін ашып, бір шай қасық толтырып шекерімізді және де 20 грамм сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің күріш кашамыз дайын. Күріш ботқасы дайын болды. Енді бетіне қазанның қақпағын жауып, шамамен 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін ыдыстарыңызға салып, ұсына берсеңіздер болады. Кашамыз біздің қоюлау болып шығады. Қалауыңызша сүтті де үстіне көбіректеу қоссаңыздар, сұйықтау болып шығады. Енді әркім өз қалауынша өзгерте алады. Сіздерге видеорецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің каналыма өтіп, басқа да рецепттерді көрсеңіздер болады. Түскі астың, кешкі астың ерекше тағам түрлері бар. Сонымен қатар пирогтардың және де самсалардың түрлерін көрсеңіздер болады. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.